Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі пәнінің 23-ші сабағы. Дауыссыз П мен Б. Бүгінгі сабақта П, Б әріптерінің немесін сақтап жазамыз, нұсқаулық құрастырамыз. 18-ші жаттығу. Мәтінді мәнерлеп оқы. Менің нағашы әпкем кітапханада жұмыс істейді. Мен кітапханадан кітап алуға бардым. Нағашы әпкем, саған қандай кітаптар ұнайды? Деп сұрады. Маған шытырман оқиғалы кітаптар ұнайды. Мен кітапханадан бірнеше кітап алдым. Алған кітабыңды жыртпай уақытында өткіз, деді әпкем. Мен кітабымды уақытында өткізуге уәде бердім. Қалдырған журналынан. Мәтін не туралы? Мәтін кітапхана туралы. Кітапты күтіп ұстау туралы нұсқаулық құрастыр. Кітапты таза ұста. Кітапты сызба. Кітапты жыртпа. Кітап оқып отырғанда тамақтанба. 19-ші жаттығу. Екі бағандағы сөздерді жұптастырып жаз. Шап, шабу, жап, жабу, теп, тебу, сеп, себу, тап, табу. Қатесіз көркем жазамыз балалар. 20-ші жаттығу. Суретке қараймыз. Ал балалар, сөйлем құрастырайықшы. Жарайсыңдар балалар. Жақыпты туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз деген сөз шықты. Жақыпты достары туған күнімен құттықтап жатыр екен. Құттықтау сөз шығу үшін балалардың орнын қалай ауыстырған дұрыс? Плакаттардағы сөздерді пайдаланып, мына сызбаны толтыр, дәптерге жаз. Кімді? Дұрыс айтасыңдар. Жақыпты. Немен? Туған күнімен. Қалай? Шын жүректен құттықтаймыз. Дұрыс балалар. Әдемі, қатесіз дәптерге жазамыз. 21-ші жаттығу. Сөйлемдерді мағыналық байланысына қарай сәйкестендіріп жаз. Дәнді себу керек, шөпті шабу керек, есікті жабу керек, допты тебу керек. Жарайсыңдар балалар. Қатесіз, көркем жазамыз. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басып кетіңдер.